Сәлем достар, сендермен бірге Айшын ТВ. Достар, бүгін біз ертегі сериясын жалғастыратын боламыз. Бүгін ертегі сериясын мен айтамын. Достар, бүгін мен сіздерге мақта қыз бен мысық туралы ертегі айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Бір күні мақта қыз үй жинап жүрген кезде бір мейіз тауып алады. Мейізді бөлісіп жеу үшін мысықты шақырады. Мысығым, кел дейді. Мысығы келмейді. Содан соң, келмесең келме, мен өзім жермін дейді. Біраз уақыттан соң мысық келген соң, мақта қыз, мені шақырдың ба дейді. Я, мысығым, мен сені шақырдым. Мен үйде жинап жатқан кезде бір мейіз тауып алғам. Соны сенімен бөлісіп жеу үшін сені шақырған едім, бірақ сен келмедің. Мысық айтады, ол мейіз қайда дейді. Оны мен жеп қойдым, себебі сен келмедің дейді. Мысық айтады, ендеше мен сенің қатығыңды төгемін дейді да, қатығын төгеді. Ал мақта қыз, ендеше мен сенің құйрығыңды жұлып аламын дейді да, құйрығын жұлып алады. Мысық айтады, мақта қыз, менің құйрығымды қайтаршы дейді. Ал сен ендеше менің қатығымды төге дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр айтады, менің қарным ашып тұр, маған шөп әкеліп бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырағыңды берші дейді. Ағаш айтады, маған су әкеліп бер, сол кезде мен саған өзімнің жапырақтарымды беремін дейді. Ол келе жатқан кезде алдарынан қыздар шығады. Қолында шелегі бар екен, су толы. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Сен бізге сағыз бер дейді. Мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Сен маған жұмыртқа келіп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Ендеше сен маған жем бер дейді. Сосын мысық басы қатып келе жатқан кезде алдынан бір тышқанды көреді. Тышқанға басталып, үйіңде не бар дейді. Үйімде бір уыс тары бар дейді. Сол тарыңды бер дейді. Тышқан алады да береді. Мысық оны тауыққа апарып береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны ол дүкеншіге апарып береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды келе жатқан қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш мысыққа жапырағын береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр оған қатық береді. Сосын үйге барып, мақта қызға қатығын қайтарады. Ал мақта қыз оған құйрығын қайтарады. Достар, осымен ертегі аяқталды. Осы ертегіден түсінгеніміздей, достарыңызға кең пейіл болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.